компьютерлік сауаттылық курсы меню пуск. Меню пуск дегеніміз біздің жұмыс үстеліміздің сол жақ төменгі бұрышта орналасқан батырма. Бұл батырма Windows операциондық жүйесінің бір визиткасы ретінде қолданылады деп айтсақ та болады. Оны басқан кезде оның негізгі қызметі Windows операциондық жүйесінің алғашқы нұсқаларынан бастап ол барлық орнатылған бағдарламалардың тізімін көрсету болатын. Дәл қазіргі Windows 10 нұсқасында біздің меню пуск 3 бөліктен тұрады. Оның сол жақ шеткі бөлігі, ортаңғы бөлігі және де оң жақ шеткі бөлігі. Ортаңғы бөлігінде біздің компьютерімізде орнатылған барлық бағдарламалардың тізімі көрсетілген. Оң жақ бөлігінде бізде арнайы тақтайшалар көрсетілген, ал сол жақ бөлігінде бізде жылдам папкілер және де баптаулар. Жалпы осы меню пусктың өлшемін біз өзгерте аламыз. Ол үшін тінтуірді менюдің оң жақ қырына алып келіп, тінтуірдің сол жақ батырмасын басып, соза аламыз. Байқағанымыздай, біздің менюміздің ені өзгеріп жатыр. Дәл солай оның биіктігінде өзгерте аламыз. Меню пусктың сол жақ бөлігін қарастыратын болсақ, олар өте кіші және де ыңғайсыз болып көрінуі мүмкін, алайда оларды толығымен ашу үшін жоғары жақтағы 3 сызықшаға басатын болсақ, біз бұл менюді толығымен аша аламыз. Бұл жерден біз ең жиі қолданылатын компьютерімізді өшіріп немесе қайта жүктеп, болмаса ұйықтау режиміне өткізе аламыз. Сонымен қатар компьютердің баптауларын аша аламыз және де қосымша басқа да қажетті қызметтерді өшіруге орната аламыз. Енді сол туралы толығырақ айтайық. Меню пускты баптау үшін біз жұмыс үстеліне оң жақ батырманы басып, персонализация пунктіне кіреміз. Осы жерде бізде арнайы пуск бөлігі бар, соған кіреміз. Осы жерде біртіндеп жүрейік. Ең біріншісі пускта көбірек тақтайшаларды көрсету батырмасы. Қазіргі сәтін қараңыздар және де осы бөлігін қосатын болсақ, онда бізде мына аумақ үлкейді. Яғни біз тағы да бір қосымша бағдарламаны орнатуға мүмкіндік алдық. Келесі бөлік ол ортаңғы барлық бағдарламалардың тізімін көрсету. Егер алып тастайтын болсақ, онда біздің менюміз тек тақтайшалардан және де сол жақ шетіндегі баптаулардан тұрады. Алайда тізім керек болатын болса, мына батырманы басатын болсақ, біз тізімді аламыз. Осылайша біздің менюміз жинақы күйде болады. Келесі пункт бізде жақында орнатылған бағдарламаларды көрсететін баптау. Яғни оны қосатын болсақ, және де сіз компьютеріңізге жаңа бағдарлама орнатқан болсаңыз, ол арнайы бөлік ретінде жоғары жақта көрсетіліп тұратын болады. Келесі бөлік бізге әдетте жиі қолданылатын бағдарламаларды тізімнің жоғары жағына көрсету пунктісі. Одан кейінгі бөлік бізде сізге операциондық жүйе өзі ұсынатын болады, яғни сіз осы бағдарламаны қолдануыңыз мүмкін деген сияқты өзіңіздің белгілі бір тәртібіңізге, қолдану режиміңізге байланысты ұсынып тұруы мүмкін. Одан кейінгі бөлік ол менюді сіздің компьютеріңіздің барлық экранына жайып ашады. Қосатын болсақ, және де менюді басатын болсақ, меню сізде бүкіл экранға ашылатын болады. Бұны және де басқаша айтқанда планшет режимі дейді. Яғни сіздің мысалы ноутбугыңызда сенсорлы экран болатын болса, және де сізде тінтуір болмай компьютерді тікелей қолыңызбен немесе стилуспен қолданатын болсаңыз, онда осы режим сізге әлде қайда қолайлы болады. Келесі бөлік жол серікте, яғни проводникті ашқан кезде соңғы ашылған файлдарды көрсету немесе көрсетпеу нұсқаулығы. Ол үшін жол серікті ашайық. Байқап отқаныңыздай, бізде соңғы ашылған файлдардың тізімі тұр. Яғни біз жақын арада осы файлдармен жұмыс істеген екенбіз. Енді бұл нәрсені сіз жасырғыңыз келсе, онда бұл баптауды алып тастайсыз. Енді көріп отқаныңыздай, бұл жерде ешқандай да файлдар жөнінде ақпарат жоқ. Соңғы бөлік осыған дейін айтылған меню пусктың сол жақ бөлігін баптауға арналған. Яғни біз менюміздің сол жақ бөлігінде қандай қажетті қызметтердің болуын қалайтынымызды баптай аламыз. Мысалы, мен бұл жерде жүктемелер папкасын болғанын қалаймын, ал
суреттердің папкасын болғанын қаламаймын. Және де құжаттардың папкасын да алып тастайық. Енді қарайтын болсақ, бізде жүктемелер папкасы бар. Одан бөлек стандартты біздің аккаунтымызды баптайтын жалпы компьютердің баптаулары, сонымен қатар компьютерді сөндіріп немесе қайта жүктеп ұйықтау режиміне көшіретін батырма. Ендігі кезекте мына тақтайшаларды қалай баптауға болатынын көрсетейін. Оларды қозғауға болады, олардың көлемін өзгертуге болады. Мысалы, оң жақ батырманы басатын болсақ, оның көлемін өте үлкен қылуға болады, немесе жалпақ қылуға болады, немесе орташа әлде кішкентай қылып жасауға болады. Байқап отырғаныңыздай, мынау орташа мөлшер, ал мынау кішкентай мөлшер. Сонымен қатар сіз белгілі бір бағдарламаларды топтай аласыз. Мысалы, мына топқа атау берейік. Мысалы, жұмыс деп атайық. Бұл біздің жұмысымызға қажетті бағдарламалар болсын. Онда осы бағдарламаларды тобымен көшіріп қозғауға болады. Осыған дейін біз баптауларда ортаңғы бөлікті қалай алып тастауға болатынын көрдік. Сонымен қатар біз мына оң жақ бөлігінде алып тастай аламыз. Әрине оны бірден былай тінтуірмен қозғау арқылы жүзеге аспайды. Ол үшін біз осындағы барлық тақтайшаларды алып тастауымыз керек. Барлық тақтайшаларды алып тастау үшін тінтуірдің оң жақ батырмасын басамыз. Және де ең бірінші бөлік «Открепить от начального экрана» бөлігін басамыз. Сонда ол тақтайша осы бөліктен жоқ болады. Дәл солай барлық тақтайшалармен істеп шығу керек. Мұқият ескеретін бір жағдай, бұл жерде сонымен қатар өшіру, яғни удалить батырмасы бар. Егер сіз оны басатын болсаңыз, онда сіз компьютеріңізден осы бағдарламаны өшіріп тастайсыз. Сондықтан мұқият болыңыздар, өшіру емес, яғни удалить батырмасын баспаймыз, оның орнына «Открепить от начального экрана». Барлық тақтайшаларды алып тастағаннан кейін біз өзіміздің менюімізді кішірейтіп Windows 7-дегі немесе одан ертеректе болған меню пускке ұқсас меню пусктың түрін жасай аламыз. Енді осы бастапқы бөлікке бағдарламаларды қалай қосамыз деген сұрақ туындайтын болса, онда ортаңғы тізімнен қажетті бағдарламаға барып, оған тінтуірдің оң жақ батырмасын басамыз. Бірінші бөлік «Закрепить на начальном экране» басамыз. Дәл солай өзіңіз қалаған қажетті бағдарламаларыңызды осы тақтайшалар бөлігіне орната аласыз. Сонымен қатар белгілі бір тақтайшаларды папкаға жинақтау үшін, яғни бірге топтау үшін, бірін екіншісінің үстіне қоямыз. Сонда олар бір папкаға бірігіп, және де сол папкаға біз атау бере аламыз. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сабақ түсінікті болса, келесі сабаққа өте беріңіз.